Саламатсыңдар ма балалар? Дүниетану сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы адам өміріне ауа райының әсері. Бүгінгі сабақта сендер адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білесің. Балалар, ауа райы үнемі құбылып тұрады. Кейде күн қатты ыстық болса, кейде жауын-шашын болады. Кейде дауыл тұрса, кейде бірден боран болуы мүмкін. Немесе аспан ашық болып, күн жылы болады. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспандағы бұлттың жағдайын, жауын-шашынның болатынын анықтаймыз. Егер күн қызарып батса, ертеңгі ауа райы ашық болады, жайлы болады деген халық арасында түсінік бар. Соның сырын сендер үлкендерден сұрап білуге тырысыңдар. Ауа райына қатысты қандай халықтық ырымдарды білесіңдер? Түрлі ақпарат көздерінен іздеп көріңдер. Мысалы, ит пен мысық иіріліп жатса, немесе тұмсығын бауырына тығып ұйықтаса, жауын-шашын болады. Мысық үйден шықпай бұйыға берсе, күн суытады. Тауық қораланып, жерді қопсытса, күн суытады. Ай шалқалап туса, ауа райы мал жанға қолайсыз болады. Аю апанын биікке салса, көктем ерте шығып, су тасқыны болуы мүмкін. Балалар, сендер тағы қандай халықтық ырымдарды білесіңдер? Ақпарат көздерінен ізденіп көріңдер. Өте ерте заманда адамдардың өмірі ауа райға тәуелді болған, бірақ олар алдын ала ауа райын болжай алмаған. Бұрынғы кезде Қазақстанда құрғақ ауа райы болған. Жауын-шашын өте сирек жауған, сондықтан да өсімдіктер тез қурап кететін болған. Бұндай ауа райы халықтың егіншілікпен айналысуына кедергі жасайды. Сондықтан да Қазақстан халқы мал өсірумен айналысқан. Яғни ата-бабаларымыз түйе, жылқы, қой, ешкі өсіруді меңгерген. Ал қазіргі кезде ауа райыны алдын ала болжай аламыз. Себебі қазір жетілген жаңа техникалар пайда болды. Суреттерге қара, балалар не себепті әртүрлі киінген? Өз ойларында айтып көріңдер. Балалар жыл мезгілдеріне қарай әртүрлі киінеді. Мысалы, қыста күн суық болады, қар жауады, сол үшін балалар жылы киінген. Ал жазда жеңіл киіммен жүреді, себебі күн өте ыстық болады. Көктемде және күзде балалар жылы киімдер, жылы күртешелер киеді. Аяқтарынан су өтпеу үшін арнайы етіктер киюге болады. Күзде және көктемде жауын-шашын мол болады, сондықтан да қол шатырмен жүрген дұрыс. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.